Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді болып шығатын шоколадты кекстің жасалу жолын ұсынатын боламын. Бар жоғы үйдегі қарапайым заттардан осындай дәмді әрі жұмсақ, нәзік болып шығатын кексті жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Яғни толықтай шекеріміз еру қажет және аппақ көбік болғанша 8 минут шамасында араластырамыз. Сол кезде толықтай ериді. Мінекей аппақ көбік болды. Енді осының үстіне сүтіміз бен сұйық майымыз бірге араластырып жібердім. Осы массаны құямыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Алдын ала елегімізден ұнымызды, какаомызды, қопсытқышымызды өткізіп алдым. Енді аз-аздан салып миксерлейтін боламыз. Осы рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздің кекстеріңіз өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Айналасының барлығын түсіріп, бір миксерлеп, жақсылап араластырамыз. Енді кондитерлік мешогымызға құятын боламыз. Себебі бұл өте сұйықтау. Құю барысында кедергі болмау үшін осындай мешокқа құйып алдым. Кішкентай ғана басын кесіп тастаймыз да формамызға құятын боламыз. Форманы құю кезінде 3-тен 1 бөлігін, яғни өте қатты толтырмаймыз, жарты бөлігінен аздап төмендеу құямыз. Себебі пісу барысында көтеріледі. Барлығына толықтай құйып алдық. 150 градуста 20 минут көлемде пісіріп аламыз. Мінекей біздің алғашқы кекстеріміз пісті, дайын болғандығын осындай таяқшамен тексеріп алыңыздар. Өте құрғақ болып шығуы қажет. Қалған екінші бөлігінде дәл осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Бұл рецепт бойынша 18 дана кекс шықты менде. Барлығын решеткаға салып толықтай суытамыз. Мінекей кексімізді ашып көрсетейін, өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Арасының өзі үлпілдек. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.